Қайырлы күн, оқушылар. Дүниежүзі тарихының кезекті сұрағы бізде 19 ғасырдың басында Ресей империясында орын алған ішкі саясаттағы үлкен оқиғаны белгілеуіміз қажет. Дұрыс жауап бізде декабристер көтерілісі болып табылады. Оны сіздер 8-ші сыныптың мектеп баспасы 121 бетінен таба аласыздар. Жаңа қоғамдық саяси ағымдар мен ұйымдардың пайда болуы деп аталатын параграф берілген. Сол жерде міне декабристер көтерілді деп аталатын бір үлкен абзац бар. Енді асықпай оқып шықсақ, екі қоғамның мүшелері 1826 жылы мамырда жыл сайынғы әскердің дайындығын байқау кезінде ашық әскери көтеріліске шығу шешімін қабылдайды. 1825 жылы 18 қарашада бірінші Александр Таганрогта кенеттен қайтыс болды. Таққа Александрдың ағасы Константин отыру керек болатын, бірақ ол тақтан ерікті түрде бас тартып інісі Николайға ұсынды. Декабристер көтерілісі Ресейдегі самодержавие мен басыбайлыққа қарсы бүкіл халықтың мүддесін қорғайтын алғашқы көтеріліс болды. Декабристер бірінші болып ұйымдар құрып, іс-қимыл бағдарламаларымен халық мүддесін қорғайтын отанды саяси және экономика тұрғысынан қайта құру жобаларын дайындады дейді. Яғни бұл бізде 19 ғасыр корпуста 1826 жылы басталған мамыр кезінде, жалпы осы желтоқсан кездерінде біз осы декабристер көтерілісі болған, Ресей империясы кезінде болған. Бұл жалпы көтерілістің мақсаты Ресейдегі самодержавие мен басыбайлыққа қарсы көтеріліс болып табылады екен. Жалпы осы параграфты оқу арқылы сіздер декабристер көтерілісін, сонымен қатар қоғамдық саяси ағымдар мен ұйымдардың пайда болуы туралы біле аласыздар.